Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Демалыс күні таңғы асқа не істеймін деп ойланып отырсаңыздар, осы гренкидің рецептімен сізбен бөліскім келеді. Өте дәмді болып шығады, жылдам әрі тез пісіріледі. Ең алдымен бізге жұмыртқа керек. 5 жұмыртқаны жарып аламыз. Үстіне тұз қосамыз да жақсылап араластырамыз. Үстіне сүт қосамыз. Мен жобамен 50 мл сүт қостым. Үстіне қант саламыз, жақсылап араластырамыз. Қант қоспасаңыздар да болады. Мен батон мен істейтін болғандықтан дәмдірек, тәттірек болсын деп, балаларға тәттірек болсын деп қант қостым. Жақсылап араластырып аламыз. Енді батонымызды осылай жіңішкелеп турап шығамыз. Бұл батонға 4 күн болды тұрып қалғаны, сосын осындай гренки істейін дедім. Осылай турап аламыз. Жұмыртқаларымызды тағы бір араластырып алып, батондарды осылай малып аламыз. Пешті қыздыртып қойып, шамалы шамай қосамыз. Осылай саламыз сковородкамызға. Қызарғанша осылай пісіріп аламыз. Өте жұмсақ болып шығады, дәмді болып шығады, тез. Таңғы асқа өте таптырмас завтрак деп айтқым келеді. Балалар да отбасымызда сүйсініп жейді. Осылай қызартып пісіріп аламыз. Сүймай қатты көп қоспай қойыңыздар, шамал ғана қосыңыздар. Мен хрустящий болған жақсы көремін, сондықтан осылай қызартып тұрып пісіремін. Ал сіздер жай жұмсақ пішетін болсаңыздар, сарғайғанда аудара берсеңіздер болады. Біздің гренкилеріміз дайын болды. Міне видеода көріп тұрғанымыздай өте дәмді, аппетитті болып шықты. Сіздермен бірге болған Айман. Ас болсын.